Наруто әлемінде көптеген ұйымдар болды, бірақ олардың еш қайсысы Акацуки сияқты қорқынышты болған жоқ. Бұл ұйымның мүшелері Кагелерді жеңіп, тұтас ауылдарды жойып, бүкіл әлемге қауіп төндірді. Бірақ ең қызығы, олардың көпшілігі жаман болып туылған жоқ. Бүгін біз Акацукидің барлық негізгі мүшелерінің тарихын және олардың шынайы мақсатын қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Акацукидің негізін қалаған адам ол Яхико. Ол Амагакуредегі өскен жетім бала болатын. Соғыс оның барлық балалығын тартып алды. Сондықтан ол бейбіт әлем құруды армандады. Кейін ол Нагата мен Конанмен танысып, бірге Акацуки ұйымын құрды. Бірақ Ханзо мен Данзоның жоспарының салдарынан Яхико қайтыс болады. Оның өлімі бүкіл сюжетті және оқиғаларды өзгертті. Яхико өлгеннен кейін Нагата өзгерді. Ол адамдар бейбітшілікті түсіну үшін алдымен ауырсынуды сезіну керек деп ойлады. Осылайша Пейн дүниеге келді. Оның ренеганы бар еді. Ол 6 денені бір уақытта басқара алды. Ең әйгілі сәті бүкіл Каноханы бір шабуылмен жойған кезі. Бірақ соңында Наруто оның ойын өзгертті. Ренеган шын мәнінде Нагатаның өзінің көзі емес, оны бала кезінде оған Мадара берген. Пейннің 6 денесінің әрқайсысы тірі кезінде белгілі атақты шинобилер болған, және олардың барлығын Jiraiya өз өмірінде кездестірген. Канохаға шабуыл кезінде Пейн Какашиді өлтірген болатын. Пейн шабуылынан кейін Каноханың 80%-дан астамы жойылып кеткен. Нагатоның чакрасы соншалықты көп болғандықтан бір уақытта 6 денені емін-еркін басқара алған. Конан Акацукидегі жалғыз әйел мүшесі болды. Оның қағаз техникасы ерекше еді. Көп адам оны әлсіз деп ойлады. Бірақ ол Обитоны өлтіруге өте жақын келді. 600 миллиард жарылғыш қағаз қолданған шабуылы Наруто тарихындағы ең әсерлі техникалардың бірі болды. Конан Акацукиде құрылған кезде 3 негізгі қалаушыларының бірі болған. Ол Пейн өлгеннен кейін ұйымнан кеткен. Обитоға қарсы дайындалған тұзағын бірнеше жыл жоспарлаған. Наруто әлеміндегі ең үлкен жарылғыш техниканы оның техникасы деп саналады. Бүкіл әлем оны қылмыскер деп санады, бірақ шындық мүлде басқа еді. Итачи Каноханы азаматтық соғыстан құтқару үшін өз руын жоюға мәжбүр болды. Ол бүкіл жек көрушілікті өз мойнына алды. Туған інісі Саскені де өзін жек көруге жол берді. Сондықтан көптеген фанаттар оны Наруто әлеміндегі ең қайғылы батырлардың бірі деп санайды. Итачи 7 жасында Хокаге сияқты ойланған деп айтылады. 8 жасында Шаринганын оятқан, 10 жасында Чунин болған, 11 жасында Анбу құрамына кірген, 13 жасында Анбу капитаны атанған. Арачимару Итачидің денесін басып алмақ болған, бірақ бірнеше секундта жеңілген. Итачи Акацукиге Каноха туралы ақпарат жинау үшін кірген тыңшы болған. Ол Саски өлгеннен кейін де көмектесу үшін Аматерасуды алдын ала дайындап кеткен өте мықты гений болған шиноби. Кисамені құйрықсыз Биджу деп атаған. Себебі оның чакрасы өте көп, яғни биджулармен бірдей деңгейде болған. Самихаде қылышының аты. Ол қылышы қарсыластың чакрасын сорып алатын күші болған. Ол Акацукиге ең адал мүшелерінің бірі болды. Ақпаратты жауға бермеу үшін ол өз өмірін қиған болатын. Кисаме оның чакрасы кәдімгі шинобиден ондаған есе көп болған деп айтылады. Самихаде кейде өз иесінде таңдай алатын тірі қылыш. Самихаде Киллер бидің чакрасын ұнатқандықтан Кисамені сатып кеткен. Кисаме ақпаратты жауға бермеу үшін акулаларды шақырып барып өз-өзін жегізіп, осы дүниеден жер құшады. Дидара өнерді жарылыспен байланыстыратын. Оның әйгілі сөзі өнер ол жарылыс. Ол саздан алып қобызшылықтар жасап, оларды жарып жіберетін. Саскемен шайқаста Нарутодағы ең қызықты шайқастардың бірін жасаған болатын. Және ол шайқаста ол Саскемен бірге өзін жарып жібереді.
алайда тек өзі ғана қайтыс болып, Саске тірі қалады. Дейдара туралы фактілер. Ол бұрын Ивагакуренің террористі болған. Қолдарындағы ауыздар арнайы тәжірибе арқылы пайда болған. Дейдара Итачиден жеңілгеннен кейін Учихаларды иттің етінен жек көріп кеткен. Оның ең соңғы шабуылы 10 шақырымға дейінгі аумақты жоюы мүмкін ең үлкен жарылыстардың бірі болған. Сасори бала кезінен қуыршақ жасауды жақсы көрген. Кейін ол адамдарды да қуыршаққа айналдыра бастады. Оның коллекциясында 100-ден астам адам болған. Тіпті 3-ші Казикагенді өлтіріп, оны қуыршаққа айналдырды. Бұл оның қаншалықты қауіпті адам болғандығын көрсетеді. Және ол Казикагені өлтіріп, өзінің атағын шығарғаннан кейін барып Акацукидің құрамынан қосылады. Сасори өз атанасы өлгеннен кейін алғашқы қуыршақтарын жасаған. Ол өз денесін де қуыршаққа айналдырған. Ол мәңгілік әдемі болып қалуды жоспарлаған. Оның ішінде 100-ден аса жасырын қару болған. 3-ші Казикагені өлтіргеннен кейін бүкіл құм ауылы дүрлігіп, Сасориге кек қайтаруға тырысқан. Келесі бізде Хидан. Хидан Акацукидегі ең ерекше мүше. Ол өлмейтін адам. Оның діні Жашинге табынатын. Егер ол қарсыласының қанын алса, өзіне салған жарақатты қарсыласы да сезінетін. Бірақ ақырында Шикамару оны бөлшектеп жеңіп, өзінің кегін және өзінің ұстазының кегін қайтарған болатын. Ол Акацукидегі ең баяу ойлайтын мүшелердің бірі. Жашин діні Наруто әлеміндегі тек Хидан арқылы көрсетілген. Шикамару оны өлтірген жоқ, әлі күнге дейін тірі деген теориялар да бар. Хиданның басты әлсіздігі денесінің бөліп тастауы. Және ол өзінің өлмейтіндігіне қатты сеніммен қарағаннан кейін ол Шикамарудан жеңілген. Келесі Хиданның жұбы Какузу. Какузу ақша үшін өмір сүрді. Оның 5 жүрегі болған. Әр жүрек бөлек элемент қолданатын. Сол себепті оны өлтіру өте қиынға соқты. Тіпті ол кезінде бірінші Хокаге Хаширамамен да соғысып, сол соғыстан тірі қалған деп айтылады. Какузу ол 90 жылдан астам өмір сүрген шиноби. Бір кезде Хашираманы өлтіруге жіберілген, бірақ өлтіре алмаған. Сәтсіз оралған үшін ол өз ауылының қашқынына айналған. Оның әр жүрегі бөлек адамдардан алынған. Арачимару. Арачимару кейін Акацукиден кетсе де бір кезде ұйымның мүшесі болған. Оның басты арманы мәңгі өмір сүру болды. Ол адамдарға тәжірибе жасап, тыйым салынған техникаларды зерттеді. Тіпті Итачидің денесін алуға тырысты. Бірақ шамалы секундтың ішінде Итачиден жеңіліп, өзінің күші жетпейтіндігін түсінді. Ал Акацукиде болған Итачидің денесін алмақ болғаннан кейін ол бірден Акацуки құрамынан кеткен болатын. Бірақ Итачи оны өзінің генжетсумен тоқтатты. 3-ші Хокаге оның ұстазы болған, алайда ол 3-ші Хокагені Канохаға шабуылы кезінде өлтірді. Нарутоның соңында тірі қалған санаулы басты антагонисттердің бірі осы Арачимару. Ұзақ уақыт бойы көп адам Акацукидің көш басшысы Пейн деп ойлады. Бірақ шын мәнінде бәрін басқарған ол Обито еді. Ол Мадараның атын пайдаланды. Риннің өлімінен кейін бүкіл әлемнен үмітін үзді. Кейін 4-ші ұлы нинджа соғысын бастады. Бірақ соңында өз қатесін түсініп, осы соғыстың аяқталуына өз септігі тигізіп, соңғы жағында болса да өзі дұрыс қалпына түскен болатын. Көп адам біле бермейді, бірақ Обитоның шабуылы кезінде Минато Хокаге болғанына небәрі бірнеше ай ғана болған болатын. 9 құйрық шабуылын ұйымдастырған да дәл осы Обито еді. Обито Кисамеге өзінің шынайы кім екенін айтқан санаулы адамдардың бірі. 4-ші соғыс кезінде ол 100 мыңнан астам Зетсу армиясын басқарды. Джинчурики болғаннан кейін оның күші Мадарадан да асып кеткен уақыт болды. Наруто мен Обитоның өмір жолдары өте ұқсас болғандықтан Кишимото оларды бір-біріне қарама-қарсы кейіпкерлер ретінде жасаған. Наруто тарихындағы ең үлкен манипуляторлардың бірі
мыңдаған жыл бойы оқиғаларды жасырын түрде басқарып келген, тіпті Мадараны да алдап кеткен. Оның мақсаты өзінің анасы Кагуяны тірілтуге келген Қара Зетсу. Ол өзінің анасын тірілту жолында барлық жоспарды құрып, Обито мен Мадараны өз жоспарына пайдаланады. Ол 1000 жылдан астам уақыт бойы өмір сүрген. Мадараны басқарған дәл осы Қара Зетсу. Учиха тасының жазуын өзгерткен де сол. Наруто оқиғасындағы ең ұзақ жоспарды жүзеге асырған ең мықты басты антагонист осы. Сонымен достар, Акацуки жай ғана қылмыстық ұйым емес еді. Бұл соғыстан, қайғыдан және жоғалтудан жараланған адамдардың тобы болатын. Әр мүшенің өз арманы, өз мақсаты болды. Бірақ олардың таңдаған жолы өте қате еді. Сондықтан Акацуки бүгінгі дейін аниме тарихындағы ең танымал ұйымдардың бірі болып қала береді. Ал сен қалай ойлайсың? Акацукидегі ең мықты кім? Ең қызықты кейіпкер кім? Бірінші орында Пейн бе, Обито ма, әлде Итачи ма? Өз ойыңды комментарийге жаза кет. Қош, сау болыңдар. Достар, басқа да қызықты қазақша контентті видеолар көргілерің келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Қазақша контентті қолдауға өз үлестерімізді қосайық. Ендеше көп рахмет, сау болыңыздар.